Кәсіпкерлікті қолдау бүгінгі қоғамдағы басты басымдықтардың бірі. Әсіресе ауылдағы еңбекқор азаматтардың ісін ілгерілету мен олардың еңбегін бағалау баршамыздың ортақ міндетіміз. Осында еңбекқор жандардың бірі Андас Батыр ауылының тұрғыны кәсіпкер Ләззат Жетпісова. Негізгі мамандығы ұстаз болған Ләззат ауыл шаруашылығына бет бұрып, бүгінде табысты кәсіпкерге айналған. Ол осы салада 6 жылдан бері үздіксіз еңбек етіп келеді. Ең алғашқы қадамын небәрі бір қазан сүтпен бастаған кәсіпкер уақыт өте келе кәсібін кеңейтіп, бүгінде ірі сүт өнімдерін өндірушілердің қатарынан көрінуде. Қазіргі таңда кәсіпкердің шаруашылығы күн сайын 1 тонна сүт өңдейді. Ал сұраныс артқан кездері бұл көрсеткіш 3 тоннаға дейін жетеді. Сүттен 140 келіге дейін табиғи ірімшік дайындалады. Негізгі мамандығым ұстаз. 2 жыл мектепте жұмыс жасаған. Кейін декретке шығып, бала күтіміне шығып, 3 бала босанғаннан кейін қайтып жұмысқа бармадым. Сүт өнімін өндіріп, ірімшік пісіреміз. Бастапқы 1 жыл өзім пісірдім, кейін көмекшілер алдым. 1 көмекшім болған, кейін 2 көмекшім болды. Қазіргі кезде 5 көмекшім бар. Ірімшіктен басқа сүт көбейіп, күн жылынғанда құрт май жасаймыз. Сол өнімдерді тоже қалаларға жібереміз. Сонымен қатар кәсіпкер бал, қаймақ, сары май сынды экологиялық таза, сапалы өнімдерін де ұсынуда. Өндірілген өнімдер тек жергілікті тұрғындарға ғана емес, Алматы мен Ақтөбе қалаларына да жөнелтіледі. Бұл ауыл кәсіпкерлігінің заманауи нарықпен үндесе отырып, дамып келе жатқанның жарқын көрінісі. Бүгінде Ләззаттың шаруашылығында 6 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Сонымен қатар оның отбасы да бұл кәсіпке білек сыбана атсалысуда. Жары 4 түлік малдың күтімімен айналысып, шаруашылықтың негізгі тіректерінің бірі болып отыр. Андас Батыр ауылында кәсіпкерліктің дамуына нақты үлес қосып жүрген Ләззат Жетпісованың табандылығы мен еңбексүйгіштігі өзгелерге үлгі. Бұл ауыл әйелінің тек отбасы емес, тұтас өңір дамуына үлес қоса алатынының айқын дәлелі. Андас Батыр ауылдық округы шекара маңында орналасқан ауыл шаруашылығына бейімделген өңір. Округ құрамында 5 елді мекен бар. Жалпы халық саны 8234 адамды құрайды. Жергілікті халықтың негізгі кәсібі мал шаруашылығы және егін шаруашылығы. Аталған кәсіпкер Жетпісова Ләззат Ескендеровна ауыл шаруашылығына өзіндік үлесін қосып жүрген еңбекқор кәсіпкер. Ірімшік өнімдерін дайындаумен айналысады. Көп балалы ана ауылымыздың іс-шараларына белсенді қатысып жүрген кәсіпкер. Қазіргі таңда 6 ауыл тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтуда. Арнайы Меркім Медиа үшін Еркін Жасыбаев, Майра Өсербай, Бақыт Рахымбай.